Елімізде туындаған бірінші мәселе пандемия. Пандемияға байланысты әдеттегіден өзгеше басталған оқу жылы оқушыларға қалай әсер етті? Онлайн оқытудағы туындаған мәселе қандай? Онлайн оқудағы оқушының ойы және мұғалімнің мұңы қандай? Құрметсіңдер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Байбөрі баласы Бамсы байрақ туралы жыр. Сабағымыздың мақсаты шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру. Олай болса, балалар, бүгін біз сіздермен Бамсы байрақ жырын Алпамыс батыр жырымен салыстыратын боламыз. Мына тапсырмаға назар аударайық. Берілген сұрақ: қартайған ата-аналардың перзентсіздік зарын тартуы шығармада қалай суреттелген? Яғни Бамсы байрақ туралы жырда бұл оқиға қалай суреттеледі және Алпамыс батыр жырында оқиға қалай суреттеледі? Есімізге түсірейік. Келесі сұраулы сөйлем батырлардың сыннан өтуі. Бамсы байрақ туралы жырда және Алпамыс батыр жырда қалай көрініс тапқан? Келесі сұраулы сөйлеміміз басты кейіпкердің тұтқынға түсуі. Бамсы байрақ туралы жыр мен Алпамыс батыр жырында батырлар тұтқынға қалай түсетін еді және олар тұтқындықтан қалай босап шығатын еді? Міне осы оқиғаларды есімізге түсіріп көрейік. Құрметті әріптестер, назарларыңызға ұсынған шағын бейне сабақты мен Бандикам бағдарламасы арқылы жүзеге асырдым. Олай болса, бүгін мен сіздерге Бандикам бағдарламасы арқылы қалай бейне сабақ әзірлеуге болатынын көрсетемін. Құрметті әріптестер, Бандикам бейне сабақ жасауға немесе өзіңіздің экраныңызда болып жатқан мәліметтерді жазуға арналған бағдарлама. Бүгін біз сіздермен Бандикам бағдарламасы арқылы қалай бейне сабақ әзірлеуге болатынын үйренеміз. Бағдарламаны ең алдымен өзіңіздің компьютеріңізге жүктеп алыңыз. Кез келген, яғни Яндекс немесе Google браузеріне кіру арқылы Бандикам бағдарламасын көшіріп аламыз. Міне байқағандарыңыздай, Бандикам бағдарламасы менің жұмыс үстелімде алдын ала көшірілген дайын тұр. Бандикам бағдарламасын ашып, бірнеше настройкаларды жасаймыз. Міне осындай сұр түсті терезе ашылады. Бұл Бандикам деп аталады. Ең алдымен экран режимін настройка жасаймыз. Толық экран, полный экран режиміне қоямыз. Содан кейін основные бөліміне өтеміз. Бұл жерде біз түсірген бейне сабақтың қай жерде автоматты түрде сақталу керектігін таңдаймыз. Ол жұмыс үстелінде мен алдын ала жаңа сабақ деген файл папка әзірлеп қойдым. Осы папканы таңдаймын және ОК батырмасын басамын. Келесі маңызды настройкалардың бірі ол Бандикам всегда поверх других окон. Бұл настройканы таңдау арқылы біз Бандикам бағдарламасының кез келген файл ашылғанда бейнеге түсірілуін қамтамасыз етеміз. Келесі настройкалардың бірі ол видео настройка. Видео бөліміне өтеміз. Бұл жерде видео бөлімінде запись және формат деген екі бөлімнен тұрады. Запись бөліміне өту арқылы біз дыбысты, веб-камераны настройка жасауымызға болады және формат настройкасына өту арқылы біз қай форматта видео түсіргіміз келеді және оның сапасының қандай болғанын қалаймыз, соның барлығын настройка жасауға болады. Одан кейінгі маңызды бөлік бұл жоғарғы жақта орналасқан қызыл бөлік тетік, яғни бұл старт және стоп тетігі. Старт тетігін басу арқылы біз бейне сабағымызды бастасақ, одан кейінгі настройка ол жоғарғы бөлікте орналасқан трей әрекетін орындаймыз. Сол кезде біз қандай бағдарламамен сабақ түсіріп отырғанымызды жасыра аламыз. Сабақты түсіріп болғаннан кейін
экранның төменгі бөлігінде қызыл белгі тұрады, яғни ол запись жүріп жатыр деген белгі. Соны бассақ, біздің бандикам тереземіз қайтадан ашылады, және біз сабағымызды аяқтағаннан кейін стоп батырмасын басамыз. Сол кезде біздің сабағымыз біздің алдын ала настройка жасап қойған папкамызға сақталады. Яғни ең алдымен біз сабақты түсірмес бұрын сабағымызға қажетті презентация әзірлеп аламыз. Содан кейін барып бандикам бағдарламасын іске қосу арқылы сабағымызды оқушыларға түсінікті түрде жеткізе аламыз. Назарларыңызға рахмет. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек. Ахмет Байтұрсынұлы осылай деген. 3 керектің соңына бүгінгінің терминімен айтсақ, қашықтықтан оқытуға мұғалімдерге тиімді технология керек.